сәлеметсіз бе қымбатты тыңдарман? Назарыңызда Құдай сөзін тыңдаңыз бағдарламасы. Студияда келі жазбаны зерттеуші мұғалім Бауыржан. Армысыздар, радио тыңдаушылар. Бүгін біз Иса Масихтың өліміне бірнеше күн қалғанда өміріндегі қызықты оқиғаның бірі оның Иерусалим қаласына патша ретінде кіруі туралы білетін боламыз. Алдымен 11-ші тарауды тыңдап көрейік. Осылай Иса мен шәкірттері Иерусалимге таяп, Зәйтүн тауының беткейіндегі Бетфаге мен Бетания ауылдарына жақындап келді. Сонда Иса шәкірттерінің екеуін жұмсап, оларға мынандай тапсырма берді. Қарсы алдарыңдағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған, әлі ешкім мінбеген бір тайқар есекті көресіңдер. Соны шешіп алып келіңдер. Егер біреу сендерден бұл не қылғандарың деп сұрай қалса, оған ол мырзамызға керек, жуық арада кері қайтарып жібереді деп жауап беріңдер. Екі шәкірт барғанда көше бойындағы бір үйдің қақпасына байлаулы тұрған жас есекті тауып шылбырын шешті. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері «Тайқарды шешіп не істемексіңдер?» деп сұрады. Екі шәкірт Исаның айтқанындай жауап берді. Содан әлгілер оларға кедергі жасамай жайларына жіберді. Екі шәкірт жас есекті Исаға алып келіп, үстіне шапандарын жапқаннан кейін Иса оған мінді. Иерусалимге бара жатқан көптеген адамдар жамылғыларын жолға жайса, өзгелері даладан жас бұтақшаларды кесіп әкеліп, соларды Исаның алдына төсеумен болды. Осылай Исаның алдартынан еріп жүргендер қатты дауыспен былай деп айғай салды. Тәңір ие мадақталсын! Жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған! Арғы тегіміз Дәуіттің қайта орнайтын патшалығы жарылқанған! Заңғар аспанда жаратқан ие мадақталсын! Мұғалім, осы жерде кішкене кідіре тұрсаңыз. Шындығында адамдар Исаны патша болу үшін келеді деп үміттенді ме? Иә, еврейлер римдіктердің бұғауынан Мәсіх келгенде босатыламыз деп күткен еді. Иса келгенде олардан халықты құтқарып, Израиль патшалығын қалпына келтіреді деп ойлады. Алайда, Иса Мәсіхтің келгендегі мақсаты бұл емес еді. Ол бұл әлемдегі адамдарға Құдайдың патшалығын жариялауға келген болатын. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осылай Иса Иерусалимге кірді де, ғибадатханаға барып, оны айнала қарап шықты. Кеш батқанда ол 12 елшісін ертіп қаладан шығып, Бетания аулына барды. Келесі күні олар Бетаниядан шыққанда Исаның қарны ашты. Алсырақтан жапырақ жайған інжір ағашын көрген, ол жемісінің бар жоғын байқау үшін қасына барды. Бірақ ағаштан жапырақтан өзге ештеңе таппады. Жеміс беретін маусымы әлі болмаған еді. Сонда Иса: «Бұдан былай, мәңгі ешкімде жемісіңнен дәм татпасын», деді. Шәкірттері Исаның осы айтқандарын естіді. Сонымен олар Иерусалимге жетті. Иса ғибадатхана алаңына кіріп, ондағы сатушылар мен алушыларды қуып шығара бастады. Шетелдік ақшаны зекет беру үшін жергілікті теңгелерге айырбастаушылардың үстелдері мен құрбандыққа шалынатын көгершіндерді сатушылардың орындықтарын аударып тастады. Әрі жүк көтергендердің ғибадатхана ауласымен өтулеріне де тыйым салды. Оларға: «Киелі жазбаларда, менің киелі үйім барлық ұлттар мінәжат ететін үй деп аталатын болады делінген емес пе? Бірақ сендер оны қарақшылар ордасын айналдырғансыңдар», деп қатаң ескертіп тәлім берді. Мұны дін мұғалімдері мен басты діни қызметкерлерді естіп, Исаның көзін құртудың жолын іздеді. Себебі жұрттың бәрі оның тәліміне қатты қайран қалғандықтан, олар Исадан қорқып жүрді. Кеш түсе Иса шәкірттерін ертіп қаладан шығып кетті. Ертеңіне інжір ағашының жанынан өткенде,
олар сол ағаштың тамырына дейін қурап қалғанын көрді. Осы оқиға есіне түскен Петр Исаға: «Ұстаз, қараңызшы, өзіңіз қарғаған інжір ағаш қурап қалыпты» деді. Иса жауап беріп шәкірттеріне былай деді: Құдайға сеніңдер. Сендерге шындығын айтайын. Біреу мына тауға орныңнан көтеріліп теңізге лақтырыл деп айтқан сөзінің іске асатынына жүрегінде еш күмәнданбай сенсе, сол өтініші орындалады. Сондықтан сендерге былай деймін: Құдайға сыйынып, оның еркіне сай не сұрасаңдар да, соны қабылдадық деп сеніңдер. Сонда ол орындалмақ. Ал сыйынып тұрған кездеріңде біреуге өкпелерің болса, оны кешіріңдер. Сонда көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешіреді. Егер өздерің кешірмесеңдер, көктегі әкелерің сендердің де күнәларыңды кешірмейді. Осылай олар тағы да Иерусалимге келді. Иса ғибадатхананың ішінде жүргенде, бір қатар басты діни қызметкерлер, дін мұғалімдері және рубасылар оның қасына келіп: «Бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз? Оларды істеуге сізге кім билік берді?» деген сауал қойды. Исаның жауабы мынау болды: Мен де бір сұрақ қояйын, соған жауап беріңіздер. Содан кейін сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтып берем. Жақияның орындаған шомылдыру рәсімі көктің еркімен болып беді, әлде адамның еркімен бе? Соған жауап беріңіздер. Олар өзара пікірлесіп былай десті: Егер көктің еркімен десек, ол ендеше Жақияның уағызына неге сенбедіңіздер дейтін болар. Ал адамның еркімен десек, олар былай деуге халықтан қорықты. Себебі бүкіл жұрт Жақияны шынайы пайғамбар деп санайтын. Сондықтан олар Исаға: «Оны білмейміз» деп жауап берді. Иса: Олай болса, мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын деп кесіп айтты. Иса ғибадатханаға кіргенде сатушылар мен алушыларды және шетелдік ақшаны жергілікті теңгелерге айырбастаушыларды көріп қатты ашуланды. Иә, бұл шынымен солай болды. Құдайдың ғибадатханасы сатушыларға емес, жаратушыны мадақтап мінәжат етуге арналған орын. Ал осындай киелі орынды Иса сендер қарақшылар ордасына айналдырғансыңдар деп қатаң ескертті. Олар ғибадатханаға келген жат жерлік адамдардың құрбандыққа шалуға мал сатып алулары үшін пайда табу мақсатымен ақшаларын айырбастап беретін. Әрине, ғибадатхана пайда табу үшін арналмаған ғой. Расында олардың бұл істері дұрыс болмаған екен. Ал енді 12-ші тарауды тыңдап көрейік. Сонда Иса оларға астарлы әңгімелер айта бастап былай деді: Бір кісі жүзім бағын отырғызады. Оны дуалмен қоршап қояды. Әрі жүзім шырынын сығып алуға арналған шұңқыр қазып, күзет мұнарасында салады. Кейін бағын жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі басқа жаққа сапарға аттанады. Мерзімі жеткенде, бақтың иесі оның өнімінен өзіне тиісті үлесін алу үшін жүзімшілерге бір қызметшісін жұмсайды. Бірақ олар қызметшіні ұстап алып, ұрып соғып, құр қол қайтарып жібереді. Бақтың иесі өзге бір қызметшісін жұмсайды. Олар оның басын таспен ұрып жарақаттап, намысына тиіп, қорлап, қуып жібереді. Қожайын тағы басқа біреуді жұмсаса, әлгілер оны өлтіріп тастайды. Содан кейін қожайын өзге де көптеген қызметшілерін жібереді. Ал олар кейбіреулерін ұрып соғып, басқаларын өлтіріп тастайды. Бақ иесінің жұмсайтын тағы бір адамы өзінің сүйікті ұлы қалады. Ақыр соңында қожайын менің ұлымнан қаймығар деп ойлап, оны да жұмсайды. Бірақ жүзімшілер өзара: бұл мұрагер ғой, қане жүріңдер оны өлтірейік, сонда мұрасы біздікі болады деседі. Олар ұлды ұстап алып, өлтіріп,
бақ сыртына лақтырып тастайды. Енді жүзімдіктің иесі не істемек? Ол келіп, жүзімшілерді өлтіріп, бағын басқаларға тапсырмақ. Киелі жазбалардан мынаны оқымап бедіңіздер. Құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты іргетасына айналды. Жаратқанның өзі соны істеді. Көз алдымызда бұл керемет болды. Исаның өздері туралы астарлап айтқанын ұққан дінбасылар оны тұтқындамақ болды. Алайда олар халықтан қорыққандықтан Исаны тастап жөндеріне кетті. Кейінірек басшылар Исаға бірнеше парызшылдарды және Иродтың жақтастарын жіберді. Бұлар қитұрқы сұрақ қойып, Исаны өз сөзінен ұстауға тырысты. Осылай олар Исаға келіп, былай деді: Ұстаз, сіздің әділ екеніңізді білеміз. Біреуге жағыну ниетінен аулақ болып, ешкімнің бет жүзіне қарамай жұртты шынымен Құдайдың жолына үйретесіз. Ал енді, Рим патшасына алым салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па? Соларды өтеуіміз қажет пе, жоқ па? Бірақ бұлардың екі жүзділігін біле қойған Иса: Мені азғырып сынамақсыңдар, Бір күміс теңгені алып келіңдерші, көрейін, деді. Олар біреуін әкеліп берді. Иса: Мына суретпен жазу кімдікі? деп сұрады. Олар: Рим патшасынікі, деп жауап берді. Сонда Иса: Олай болса, патшаға тиістісін патшаға, ал Құдайға тиістісін Құдайға беріңдер, деп тұжырымдады. Әлгілер Исаға таңданып қайран қалды. Иса жүзімшілер туралы астарлы әңгімесінде заңды ұстанушы мұғалімдердің ішкі ниеттерін ашады. Бірақ Иса өзі ғана емес, оның сөзін уағыздайтын шәкірттері де қиналатынын айтқан еді. Сонымен бірге Мәсіх өзін қудалайтындарға оның өлуге уақыты келгенде ешқандай қарсылық білдірмейтінін сездірді. Ал Марқа осы 12-ші тараудағы 13-тен 17-ге дейінгі аяттарды Матайдың ізгі хабарында айтылғандай, заң мұғалімдері Исаны азғырып сынамақшы болып, Рим патшасына алым салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па деп баяндайды. Иә, Иса Мәсіхтің даналықпен берген жауабы оларды таңқалдырды. Иса біздің билік иелеріне бағынып, барлық алым салықтарды төлеуіміз керек екенін, алайда сонымен қатар жаратқан иенің бізге берген өміріне сәйкес, оған өз өміріміз бен жүрегімізді арнауымыз керектігін айтты. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Алғыс саған, жалғыз саған, алғыс саған Иса. Алғыс саған, жалғыз саған, алғыс саған Иса. Тәңір, маған сөйледің сен, сол
сәт өзгердім мен, мәңгі өмір сыйладың сен киелі рухыңмен. О Құдайым, өмір сыйладың сен, жалғыз саған табанамын мен. О Құдайым, өмір сыйладың сен, жалғыз саған табанамын мен. Алғыс саған, жалғыз саған, алғыс саған Иса. Алғыс саған, жалғыз саған, алғыс саған Иса. Тәңір маған сөйледің сен, сол сәт өзгердім мен, мәңгі өмір сыйладың